Қазақ радиосының әуе толқынында әлеумет тынысы хабары. Армағайын Қазақ радиосының эфирі әдеттегідей дүйсенбілік әлеумет тынысы хабарымен жалғасады. Бағдарламамыздың кезекті санын тыңдаушыларымызға жаңа заңның жобасын түсіндіруге арнамақпыз. Ол жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасы. Ол үшін біз студиямызға Қаржы министрлігіне қарасты Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми өкілі Сартаева Айнұр Нұрлашқызын шақырып отырмыз. Ал осы заң жобасында азаматтардың банкроттық рәсімі қалай қаралады? Банктерге қанша қарызы бар адам өзін банкроттыққа ұсына алады? Және азамат банкрот деп танылғаннан кейін оны қандай тәуекелдер күтеді? Міне осы сауалдарымызға хабар барысында жауап алатын боламыз. Олай болса, Айнұр Нұрлашқызы, қош келдіңіз студиямызға. Қайырлы таң, қош көрдік. Әрине осы заң жобасы біраз адамдардың көкейінде тұрғаны белгілі. Қазір әлеуметтік желілерде қарап отырсаңыздар да көп азаматтар осы заң жобасы қашан қабылданады деп сұрап жатыр. Енді Айнұр ханым, жалпы жаңағы сұрақтарды атап өттім ғой мен. Оған өтпес бұрын осы алдымен осы заң жобасына қысқаша анықтама беріп өтсеңіз, және оның дайындалуына кімдер қатыстырылды, қай елдің жаңағы тәжірибесіне сүйене отырып дайындалды, нені реттейді, мақсаты неде? Осыған анықтама беріп бастасаңыз. Әрине бұл заң жобасын әзірлеудің өзінің алғы шарттары бар. Жалпы қаңтарда мемлекет басшысы 5 қаңтарда тапсырма берген болатын, осы заң жобасын әзірлеп қабылдау қажет деп. Соған байланысты заң жобасы әзірлене бастады. Жылдың басынан негізі бұрында жобада бар еді ол заң жобасы, бірақ белгілі бір әкімшілендіру шараларын жетілдіру қажет деген немен сипатпен әлде де біраз талқыда бұған дейін де. Енді бұл жыл басынан бастап әзірленген кейін де міндетті түрде өз заң жобалау жұмыстарының міндетті несі бар, процедуралары. Яғни ол жерде бүкіл мемлекеттік органдар қарайды. Одан басқа қоғамдық талқылауға шығарылады. Яғни ол егов порталына шығарылады. Онда барлық азаматтар осы заң жобасын қарап, осыған өздерінің ұсыныстарын бере алады. Осындай біраз ұсыныстар да келіп түсті. Яғни халықтың басым бөлігі осыған легал акт деген актке кіріп, порталға кіріп, өзінің ұсыныстарын берген болатын. Соған байланысты да заң жобасына біраз өзгертулер енгізіліп, пысықталған, әзірленген заң жобасы 29 сәуірде мәжіліске енгізілген болатын қарауына. Енді қазіргі уақытта бұл заң жобасы жалпы мәжілістің талқылауында, ол қызу талқыланып жатыр деп айтсақ та болады, себебі депутаттар да мәжілістің өз тарапынан осы заң жобасы, жалпы әлеуметтік заң жобасы болғандықтан өздерінің ұсыныстарын қарап беріп жатыр, және де бұл кең талқылауда қазір бұл заң жобасы. Жақсы, енді қадірлі тыңдаушы қауым, біз тікелей эфирдеміз. Егер осы жеке тұлғалардың банкроттығы туралы қояр сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Біздің Астана студиясының номері, телефон номері 75-72-75. Сондай-ақ WhatsApp желісіне де жазбаша сауалдарыңыз жолдай аласыздар. Оның номері 8-700-755-33-55. Сонымен қатар біздің қазіргі бейне түсіріліміміз жүруде, оны сіздер радио арнамыздың Facebook және YouTube каналдарынан көре аласыздар. Енді Айнұр ханым, жалғастырсақ, жалпы бұл заң жобасы да жайдан жай шыққан жоқ қой. Демек бізде қарызы бар азаматтар саны басым болып тұр. Соған орай сол жаңағы мәселені шешу үшін де осыны мемлекет басшысы осындай заң әзірлеу керектігін тапсырған болатын. Енді статистика не дейді? Қанша бізде азаматтар қарызы бар? Соманың көлемі қанша бүгінгі таңда? Арасында еліміздегі біраз азаматтар осы несиенің қалай айтсақ екен, несиеге әбден белшесіне батып отырғаны белгілі. Қазірдің өзінде, мысалы, 1 қазандағы жағдай бойынша 90 күннен астам уақыт несиесін төлей алмай жүрген адамдардың саны 1.400.000 адамға жетеді. Олардың қарызы 1.449 миллиард теңгені құрап отыр. Ал осының ішінде 5 жылдан астам өздерінің қарыздарын, яғни несиелерін банктерге төлей алмай отырған азаматтардың саны 369 мың адам, яғни айтып отқан жаңағы 1,4 миллион адамның 27% өздерінің несиесін 5 жылдан астам уақыт төлей алмай отыр. Ол сомасы қарызы 504 миллиард теңгеге жетіп отыр. Яғни бұл дегеніміз жаңағы айтып отырған 365 мың адам осы 5 жылдан бері несиесін төлей алмай отыр. Олар
иә банктік картамен жұмыс істей алмайды, ресми жұмыс істей алмайды, ешқайда жұмыс істеген жағдайда жаңағыдай ресми емес табыс көздерімен мүмкін күн көріп отыр ма, әлде тек мемлекеттің жаңағы жәрдемақыларының арқасында күн көріп отыр ма, ол белгісіз, қалай олар өмір сүріп отырғандығы. Сондықтан осындай азаматтардың барлығына енді қарызсыз жаңадан өмір бастауға бұл да бір жақсы мүмкіндік болар еді, осы заң жобасы қабылданып кеткеннен кейін. Енді нақтылап түсіндіріп өтейікші, бұл заң негізі 3 түрлі рәсімі бар, қараудың. Соны жілігін жіктеп түсіндіріп өтсек, біріншіден бастап, мысалы, соттан тыс жүргізілетін рәсімі. Ол қалай жүргізіледі? Әрине, бұл рәсімдерді ойластырғанда да басқа шетелдік тәжірибелердің барлығы ескеріліп, оның оңтайлы, жаңағы кемшін тұстарын барлығы ескеріліп, бізде қазіргі уақытта ұсынылып отырған 3 рәсім бар. Яғни азаматтар өздерінің қарыз сомасына байланысты, жағдайына байланысты, мүлкі бар не жоқ, соған байланысты, және кімге қарыз болғанына байланысты осы 3 рәсімнің бірін таңдап алады. Оның бірінші рәсімі және соттан тыс өзін банкрот деп тану рәсімі. Соттан тыс танылатын адам алдымен өзі жаңағы өтінішін беру керек егов порталы арқылы. Ол үшін ол азаматтың қарызы 4 миллион 900 мың теңгеден аспауы керек. Яғни ол 1600 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сома. Және бұның қарызы тек банктер мен микроқаржы ұйымдары, сонымен қатар коллекторлық ұйымдардың алдында ғана қарызы болу керек. Басқа қарыздар бұл соттан тыс рәсімде қарастырылмайды. Сонымен қатар оның кірісі, яғни табысы жоқ болу керек. Болған жағдайда да үйінің отбасы санының мүшелеріне адам санына жаққанда адам басына келетін табысы 36 мың 18 теңге, яғни ең төменгі күн көріс шегінен аспауы қажет. Содан кейін бұл азаматтың атында мүлік болмау керек. Яғни пәтер дейміз, автокөлік құралдары дейміз, сондай мүліктері болмау керек. Сонымен қатар ол осыған дейін өзі кімге қарыз, мысалы банктерге қарыз болып отырса, банктермен алдын ала жаңағы осы несиелерін қайта құрылымдалып процедураларын өткен болу керек. Яғни ол шынымен де енді ешқандай да осы несиелерін төлей алмайтынына көз жетіп отырған адам ғана осындай рәсімге бара алады. Яғни бұл өзінің өтінімін егов порталы арқылы береді деп айттым ғой, егов порталы арқылы береді электронды түрде. Одан кейін бұл жерде уәкілетті орган ретінде мемлекеттік кірістер комитеті белгіленген, мемлекеттік кірістер органдары оны еговқа осы азаматтардың тізімін жариялап қояды, осындай банкрот тануға өтінім берген азаматтар деп. Және оның осы жерде кредиторлары барлығы осы жерде тізімден сол азаматтарды қарап, басқа да өзінің егерде қарсылықтары болса, сол жерде қарсылықтарын білдіріп, немесе осындай шынымен де оның мүлкі бар екендігін растайтындары болса, сол жерде растап дегендей. Яғни бұл дегеніміз ашықтық процедурасы. Бұл жерде азаматтар өздері көрсетеді, өзінің бар дүниесін. Негізі бұл рәсімге бару үшін адам атында мүлік болмау керек. Ол мүлік болатын, ол басқа рәсім. Оны да қазір түсіндіріп айтам. Жалпы бұл жаңағы соттан тыс банкрот деп тану рәсімі өте ыңғайлы әдіс, өйткені ол сот шешімін күтпей, осылай жаңағы оңайлатылған тәртіппен жүргізілетін рәсімдердің бірі болып табылады. Және бұл осындай рәсім басталғаннан бері ол азаматқа қатысты өсімпұлдар, айыппұлдар есептелмейді. Сонымен қатар оның келесі алдағы келатқан кезеңдегі әлі де төлемей қалған қарыздар болса, олардың барлығын жаңағы төлеу уақыты мерзімінен өткен болып есептеледі. Сонымен қатар егер оған қатысты сот шешімдері осыған дейін қабылданып қойса, ол сот шешімдерінің барлығы да тоқтатылады. Яғни бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жаңағы рәсім жалпы кез келген рәсім, бұл негізі банкроттық оңай емес негізі. Оның барлығы құжаттарын дайындайды, не алады. Бірақ бұның тағы бір ескеретіні, азаматтың мысалы кредиторы, яғни мысалы банкке қарыз болса, банк барып, мына азаматты банкрот деп таныңдар деп айта алмайды. Тек азаматтың өзі, мысалы, мына азамат банкрот болайын деп отырса, өзі құжаттарын жинап, өзі жаңағыдай өтінім беру керек еговқа. Ол бірінші рәсім. Енді екінші рәсім туралы айтатын болсақ, ол сот шешім арқылы өзін банкрот деп тану рәсімі. Яғни бұл жерде азамат аты айтып отырғандай сотқа жүгіну керек. Негізі сотқа жүгінуге біраз құжаттарды жинау деген сияқты. Демек, міне осы жерде азамат көрсетеді өзінің жаңа жағдайын. Иә, өзінің жағдайын көрсетеді. Сосын бұл жаңағы сот шешімімен банкрот деп тану рәсімі кішкене қиындауды қарапайым азаматқа. Өйткені сотқа бүкіл құжаттарды дайындайды, тапсырады. Сол үшін бұл жерде негізі
ол жаңағы кәсіби бухгалтерлер, заң консультанттары, аудиторлары және қаржылық басқарушылардың қызметіне жүгінуге болады. Олардың қызметтерін мемлекет өзі өтеп береді негізі, қызмет ақысын. Яғни бұл азаматтарға, жеке азаматтарға ол қызмет тегін беріледі. Бұл жерде жаңағы бұндай сот шешімімен банкрот деп тану рәсімін қолдану үшін азаматтың қарызы 4,9 миллион теңгеден, яғни 1600 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болу керек. Және сонымен қатар, егер де оның атында мүлкі болса, онда ол мүлкі міндетті түрде осы банкрот деп танылатын кезде жаңағы электронды саудаға салынып аукционға, одан сатқаннан түскен табыс кредиторларына заң бойынша бірінші қайсына беру керек, екінші қайсына беру керек дегенде солай графикпен беріледі қарыздардың барлығы. Сосын бұл жаңа сот шешімі арқылы банкрот деп тану рәсімінің бір ерекшелігі, бұл жерде тек банктер мен микроқаржы ұйымдары және коллекторлардың алдындағы қарыз ғана емес, одан бөлек мысалы салыққа қарызы болуы мүмкін бюджетке, немесе басқа бір үшінші жеке тұлғаға, басқа бір мекемелерге қарызы болуы мүмкін да. Сол жағдайларда ол осы рәсімді қолдана алады. Және де бұл жерде тағы үшінші рәсім бар. Ол төлем қабілеттілігін қалпына келтіру деген рәсім. Және бұл төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі барысында азамат банкрот деп танылмайды. Оның артықшылығы да сонда, үшінші рәсімнің. Оның артықшылығы да сонда. Яғни бұл, мысалы, жаңағы алдында айтқан екі рәсім бар емес па? Сот шешімі арқылы және соттан тыс банкроттық деген. Осы екі рәсімді қабылдап сот шешімі мен немесе одан тыс банкрот деп танылған азаматқа қатысты белгілі бір шектеулер бар. Ал егер осы азамат төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолданса, оған онда банкроттыққа қатысты қолданатын шектеулер қолданылмайды. Яғни бұл төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімінде қолдану үшін де оны кез келген адам қолдана алмайды. Ол үшін азаматтың тұрақты табысы болу керек. Яғни ай сайын отыратын жалақысы, немесе ондай болмаған жағдайда бір кіріс көзін қамтамасыз ететін мүмкіндігі болу керек. Мысалы, оның пәтері бар, оны ай сайын жалға беріп отыр. Соның есебінен ол ай сайын бөліп төлей алады. Жаңағы ол үшін сот шешім қабылдап, оған жаңағы график қояды, 5 жылға дейін бөліп сол қарызын жамендеп төлеуіне болады. Яғни бұл жерде тағы бір оңтайлы тұсы, оған өсімпұлдар есептелмейді сол уақытта, және де оған қатысты басқа да жаңағы бұлтартпау шаралары қолданылмайды, және де ол банкрот болып танылмайды. Бірін ол да жақсы, қарап отырсаңыздар. Жалпы бұл енді банкрот деп мені таныңдар деп жаңағыдай азаматтар оған талпынбау керек. Кез келген азамат енді мүмкіндігі болса қарызын уақытта төлеп отырған дұрыс қой енді. Өйткені банкрот болғаннан кейін де өзінің артында шектеулер бар, сонда ескеру керек. Айнұр ханым, бұған қазір алдағы уақытта жеке тоқталамыз, қандай өзінің тәуекелдері бар екен. Міне 3-4 сұрақ түсіп жатыр, жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз болуы мүмкін. Енді жаңа сізде екінші рәсімде де айтып өттіңіз ғой, негізгі мемлекеттік қызметтерді тегін ала алады деп, жаңа сот арқылы шешімде. Осы және жаңа ЕГОФ арқылы береді деп жатырмыз. Соны мына баспалдағымен, ретімен түсіндіріп айтып өтсеңіз, қайда барамыз өзімізді банкрот деп тану үшін дейді, қалай береміз дейді, осыны қысқа түсіндіріп өтсеңіз тыңдаушыларға. Жалпы қадам-қадаммен енді қазір мен дәл айта алмаймын, өйткені тек ЕГОФ порталы арқылы берілетіндігі ғана қазір белгілі. Одан кейін ол барлық мемлекеттік органдардың деректер қорымен салыстыру жүргізіледі. Яғни мемлекеттік кірістер органдары осы өтінімді алғаннан кейін өтінімді талдайды, яғни басқа мемлекеттік органдардың базасында осы азаматтың атында мүлкі жоқ па деген сияқты. Енді жалпы бұл әзір енді ол өтінімді беру туралы айту ерте, себебі заң жобасы әлі қабылданған жоқ. Және де ол қабылданғаннан кейін міндетті түрде біз әлде де кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ол жерде кәдімгідей ашып қойып, ЕГОФ порталын ашқанда қай батырманы басу керек, ЭЦП-мен кіресіз, содан кейін мынау жерде өтінімімізді қалдырасыз, өтінімге не жазу керек, қандай құжаттарды тіркеу керек деген сияқты, оны қадам-қадаммен кәдімгі жаңағы егжей-тегжейлі тағы түсіндіреміз. Әзірге ол жаңағы заң әлі қабылданбағаннан кейін бұл рәсімдердің өзінің ішіндегі жаңағы мен айтылып отырған нелер бар, ерекшеліктер, соның өзі де өзгеріске ұшырауы мүмкін. Себебі әлі заң қабылданған жоқ, ол мәжілісте ол қазір кәдімгідей біраз жаңағыдай өзгерістер болып қалуы мүмкін заң жобасына. Сол үшін біз енді алдын ала адамдарды дайындап, осындай болайын деп жатыр, жаңағы қарыздарын не қылып, алдын ала шараларын жүргізіп деген сияқты. Тағы да осы жерде ескерте кетейік, құрметті тыңдаушы қауым, біз бүгін заңның жобасын сіздерге түсіндіріп отырмыз.
Енді мына жерде міне тыңдаушымыз сауал жіберген екен, оқиын, иә? Жаңағы айтқандарыңызда негіз жауап болуы мүмкін, дегенмен толықтырам десеңіз. Менің Евразия банкінде 325 мың қарызым бар дейді. Өзім зейнеткермін. Атымда мүлік үй жоқ, автокөлік те жоқ, жерім де жоқ. Бір балам студент, 2 балам мектеп оқушысы. Мен банкроттық деп арыз жаза аламын ба? Әрине, егер де ол қарызын қазіргі уақытта негізі заң жобасында былай да, мысалы жаңа екінші рәсім бойынша 5 миллионнан асқан жағдайда ғана, иә, ол сот шешімімен. Бұл кісінікі 325 мың қарызым бар деп көрсетіп отыр. Соттан тыс банкроттыққа ол бере алады. Сосын бұл жерде тағы бір ерекшелігі бар да, мен бірақ алдында бағана айтуға ұмытып кеттім. Жалпы заң жобасын мәжіліске кіргізгенде ол жерде былай қарастырылған. Егер де азамат 12 ай бойы қарызын төлемесе банкке, яғни ол 1 жыл бойына ешқандай несиесін төлемеген деген сөз. 1 жыл бойына төлемеген, сол жағдайда ғана ол банкроттыққа өзі жаңағы өтінім бере алады. Бірақ бұл уақыт жаңағы 12 айдың өзі өзгеруде мүмкін. Мысалы мәжілістен шыққан кезде соңғы заңға қол қойылған нұсқасында қандай мерзім уже көрсетілетінін біз нақты қазір айта алмаймыз. Бірақ жалпы жобада солай 12 ай бойы төлемеген болса. Бірақ жаңағы кісінің атында ешқандай мүлкі болмаса, банктың алдында қарызы болса, және 300 мыңға жуық қарызы болса, ол соттан тыс банкроттық рәсімін қолдана алады. Ол үшін егов порталына өтінім беру керек болады. Бірақ әзір беріп асықпаңыз. Себебі әзірде банк жаңағы заң жобасы қабылданған жоқ. Қабылданғаннан кейін біз міндетті түрде осы қазақ радиосында да айтамыз, басқа да барлық бұқаралық ақпарат құралдарында айтамыз тағы да. Бірақ қазіргі заң жобасы бойынша, жаңа бірінші рәсімі бойынша бұл кісі өзін банкрот деп жариялауға өтініш бере алады. Солай ғой? Бере алады, егер де 12 ай бойы төлемеген болса қарызын. 1 жылдық өзінің уақыты бар, иә? Жақсы, енді осы заң жобасы шыққан кезде көбіне мына әлеуметтік желілерде талқылау болып жатты, иә, өзіңіз білесіз. Соның бір мазмұны ретінде айтылғаны, сұрақтардың көбі, бұл жаңағы азаматтарды масылдыққа алып келмей ме деген, иә, кешірімге беру. Енді бірақ ол жағында қарастырып отыр ғой, негізгі өзінің банкрот деп жариялағаннан кейін қандай тәуекелдер күтеді банкрот деп танылған азаматты, осыны түсіндіріп айтайықшы. Түсіндім. Негізі, ол масылдыққа алып келеді деген қоғамдық пікір бар. Мен оған мен де келісем, ондай болуы мүмкін. Кейбір азаматтарға қатысты. Енді барлық азаматты біз бірдей жаппай айтамаймыз ғой, бірдей деп. Әр адамның өзінің ойында тұрғаны бар. Мысалы, біреу жалған банкроттыққа берсем бекен деп осы кезде жоспар құрып отқан болуы мүмкін, ішінен осы заң жобасы әзірлене бастаған уақыттан бастап. Бірақ енді ол азаматтарға қазірден бастап ескертіп қояйық. Жалған банкрот деп танылған жағдайда артында өзінің жауапкершілігі бар. Яғни әкімшілік жауапкершіліктері бар. Яғни айыппұл салынуы мүмкін, басқа да шаралар болуы мүмкін. Сол үшін бұл заң жобасы шынымен де өмірінде қиын бір жағдайға тап болып, жұмыс істеу қабілетінен айырылған, денсаулығына байланысты, немесе басқа да әртүрлі енді жұмысынан айырып қалады адамдар, әртүрлі жағдайлар болып жатады. Енді ол кезде несиені алып жатқанда мүмкін төлем қабілеттілігі болып тұрды, белгілі бір мерзімге дейін төлеп отырдан кейін төлей алмай қалды. Сондай жағдайлар болады. Сол азаматтарға енді кәдімгідей көмек. Әрине. Сол азаматтарға қатысты енді масылдыққа жатпайды, шынымен де оған бір кішкене демеп көмектесіп жіберу керек. Ол енді әр адам алдын ала айта алмайды, ол не күтіп отқан өмірде. Бірақ енді оларға көмек. Ал енді жаңағыдай әдейі мүлкін жасырып, басқа біреудің атын аударып қойып, табысы болып тұрса да оны көлеңкеде ұстап, ешқайда жарияламай, жаңағыдай бейресми жұмыстарда істеп отырған азаматтар. Ондай жағдайда болуы мүмкін. Оларды не күтеді? Қалай қарастырады? Әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Негізі бұл жаңағы өзіңіз айтып отырған тәуекелдері бар ғой, 3 тәуекелі бар. Жалпы азамат егер банкрот деп танылса, онда оған 5 жыл бойына несие, яғни кредит берілмейді. Одан бөлек ол екінші рет қайтадан өзін банкрот деп танылғысы келсе, онда ол 7 жылға дейін өзін өтіп қайтадан банкрот деп таны алмайды. Сонымен қатар ол азамат банкрот деп танылғаннан кейін 3 жылға дейін қаржылық бақылауда болады. Қаржылық бақылау дегеніміз не? Ол азамат өзін банкрот деп танығаннан кейін кенеттен қаржылық жағдайы дұрысталып кетіп, байып кетіп дегендей, басқа бір қымбат мүліктерді сатып алып қойса, немесе басқа да жағдайларға біз бақылап отырамыз, енді сондай жағдайлардың болып жатқанын көзіміз көрсе, онда сол азаматқа қатысты әрине сұрақ туындайды. Демек ол онда жаңағы қалай айтсақ екен, сондай сипаты болып тұр да, өзін жалған банкрот деп танып, мүмкін ол азамат сол кезде бүкіл қаражатын, мүлкін жасырып қойды.
жасырып қойды дегеннен біреудің атынан балдардың не басқа да жағдайлар болуы мүмкін ғой. Сол үшін бұл ондайға бармау керек азамат. Сосын біз айтып жатамыз, азаматтар көп жағдайда енді несие алғанда мысалы оңай несиелерді алып жатады ғой, пайызы жоғары, сол кезде мысалы қаржылық сауаттылығы кейбір жағдайда төмен болып жатады. Енді бұл заң жобасы негізінде егер адам банкрот деп танылса, оған 1 жылдың ішінде қаржылық сауаттылығын көтеру курсын міндетті түрде өту керек болады. Яғни бұл дегеніміз жаңағы қазір одан несиеден бөлек те мысалы азаматтар қаржы пирамидаларына ұрынып жатады. Алаяқтарға құрбаны. Мысалы телефоннан біреу звондайды, ол несиені байқамай рәсімдеп жібереді. Сондай әртүрлі жаңағы тәуекелдер көп қазір. Біздің қазіргі уақытта тәжірибеде көріп отырғандай, өзі әлеуметтік желілерден көріп отырасыздар ғой жаңалықтарда. Қаржы пирамидалары бар, басқа да. Енді кейбір азаматтардың қаржылық жағдайының жаңағы несінің сауаттылығының сәл төмендеу екенін көрсетеді. Сол үшін міндетті түрде ол сауаттылықты өсіріп отыру керек. Ол мен білемін демей, адам оқи беру керек, дами беру керек. Келесі сұрақ: менің бірнеше кредитім бар және зайымдар бар. Счеттар бұғатталған, соның ішінде біреуін төлеп жүрмін, біреуін дейді коллекторларға. Маған өтініш беруге бола ма? Негізі ол жаңағы басқа несиелері бар ғой, соларға қатысты берусе болады. Бірақ енді бұл бір ғана қарызы бойынша ғана өтеп жүр ғой, қалған қарыздарын өтеп жүрген жоқ. Сол қарыздарына байланысты жаңағы банктердің алдындағы сол сотқа дейінгі рәсімге жүгінсе болады. Осы бойынша, Жақсы, енді жаңа айтып өттік, жалпы бұл бойынша егер азаматтың қарызы болса, осы жерде тағы нақтылап айтып кетейікші, мәселен тұрмыстық заттарды алады ғой, кредит рәсімдеп, олар да өздерін осы заң жобасы бойынша жаңа банкроттыққа ұсына алады, солай ғой? Төлей алмай қалған кезінде әртүрлі жаңа техникалық тауарлар алған азаматтар. Ол жерде де олар жаңағы тұтыну несиелер дейді, оны қазір тұтыну несиелерін алып осындай жаңағы айтылған критерийлерге сәйкес келіп жатса, яғни ол мысалы 1 жыл бойына ол несиесін төлей алмай жүрсе, онда әрине ол да, және ол банктың алдындағы қарызы болса, онда ол соттан тыс банкроттық рәсіміне жүгіне алады. Тағы бір сұрақ келіп жатыр: менің қарызым бар дейді. Енді әртүрлі адам болғаннан кейін пікірлерді әртүрлі ғой. Жағдайға байланысты кешіктіріп қаламын. Банк біздің атымыздан банкроттық жариялай ала ма? Жоқ, бұл жалпы жаңа айтып өттік, жобада қазіргі уақытта қарастырып отырғандағы негізі банк сіздің банкрот болып танылуыңызға ешқандай да өтінім бере алмайды. Тек сіз өзіңіз ғана бере аласыз. Яғни мен осындай несиемді төлей алмай жүрмін деп бүкіл құжаттарыңызды тіркеп, өтініміңізді өзіңіз ғана бере аласыз. Жақсы, енді қандай қарыздар банкроттық деп танылуға жатпайды? Мәселен, бізде алиментчиктер бар, алиментін төлемей жүрген балаларын жаңа қарауға байланысты. Олар өзінің тани ала ма банкрот ретінде? Тағы қандай осындай дүниелер жатпайды? Жоқ, алименттен қарызы бар азаматтар өзін банкрот деп тани алмайды. Сонымен қатар белгілі бір жеке адамдарға денсаулығына немесе өміріне зиян келтірген үшін егер оған сот белгілеп қойса, осындай сома төлейсің деп, ондай қарыздар да өтелмейді банкроттық арқылы. Яғни егер алимент бойынша балалардың алдында қарызы бар әкелер, аналар немесе жаңағыдай біреуге денсаулығына залал келтірген азаматтар ол банкроттыққа жүгінемін деп ойламай-ақ та қойсын. Тағы сұрақтар келіп жатыр: кредит кешіріледі ме деген. Ол мәселе негізі айтылған болатын, қарастырамыз деген. Бірақ ол жалпы кредитті кешіру деген сөз емес қой. Осыны да түсіндіріп айтып өтсең, және ол бұл заң жобасына түк қатысы жоқ. Солай ғой? Жалпы қарапайым сөзбен айтқанда, бұл егерде банкрот деп танылса азамат, оның кредиті кешіріледі. Яғни бұл осы тұрғыдан қарағанда кредит кешіріледі. Онда да жаңағы барлық рәсімдерін өтсе, және ол барлық айтылған критерийлерге сәйкес келсе, онда оның кредиті кешіріледі. Ал жаңағы егерде атында бұл жерде сұрағаны, кешіріңіз, кредит кешіріледі деп айтылған еді дейді. Сол заң арнайы шықты ма деп отыр ғой тыңдаушыларымыз? Жоқ, заң әлі шыққан жоқ. Бұл егер банкроттыққа қатысты сұрап тұрсаңыз, негізі кей азаматтар осыған дейін бірнеше апта бұрын қаржы нарығын реттеу агенттігі тарапынан баспасөз хабарламасы шыққан болатын. Сонда олар
микроқаржы ұйымдарының алдында осындай қарызы бар 28 мың адамның кешіреміз деп солай шығарды, сонымен шатастырып жатқан болуы мүмкін бұл азаматтар. Ол басқа процедура. Ал мынау қазіргі біздің айтып жатқан банкроттық, ол басқа процедура. Яғни ол жеке тұлғалардың банкроттығы, бұл кәдімгі ресми түрде жаңа банкрот деп таниды азаматты. Ол бұрын соңды Қазақстанда болмаған, және бұл енді ғана енгізілген деп жатыр. Жалпы дамыған мемлекеттердің біразында бұл бар. Мысалы өзіміздің көршілес Ресейдің өзі ол 2015 жылдан бастап бар бұл банкроттық рәсімі, және біздің осы заң жобасын әзірлеп жатқан мамандар өткенде де Ресейге барып біраз тәжірибе алмасып келді. Енді ол Ресей 2015-те мысалы енгізді ма, содан бері біраз өзгерістер енгізілді заңдарына. Өйткені олар шын мәнінде тәжірибеде қолдана бастағанда оның кемшін тұстары көрінеді да, сол кезде олар шын мәнінде мына жерде былай істеу керек екен деп өзгертулер енгізді. Ал біз енді солардың жасаған сол кездегі кемшіліктерін жасамай, бірден солай заңды оңтайлы етіп шығаруға мүмкіндігінше біздің әзірлеушілер осы талпынып жатыр. Және бұл жерде жаңа әзірлеушілердің айтуынша көп елдерде мына 10 жылға дейін шектеу қояды екен банкроттықты. Бізде 5 жыл ыңғайлы етіп алып отырмыз деп айтып отыр. Ол бір бар, сосын кейбір елдерде тіптен бір кәсіп түрлерімен айналысуға да шектеу береді. Шетелге шығуға шектеу береді. Сондай әртүрлі енді біз енді азаматтардың уәжін тыңдап, мынау талқыға шығардық қой жалпы халыққа. Сол кезде азаматтардың біразы жазды. Егер шетелге шығуға шектеу қойсаңыздар, онда біз шетелге шығып жұмыс істейін деп едік. Тағы да басқа емделейін деп едік. Енді емделуге болса да ол кезде шектеу болған жоқ. Бірақ дегенмен де солай ұсыныстарын берді. Сол үшін енді азаматқа мүмкіндік беру керек деп заң әзірлеушілер солай шешті. Себебі мысалы Қазақстанда шынымен де өз мамандығы бойынша мүмкін жұмыс таппай жүрген азамат болса, неге оған біз шектеу қоюымыз керек? Шетелден жақсы жұмыс тауып жатса, қаржылық жағдайын өзін көтеруге мүмкіндік болып жатса. Және бізде мына екінші ретте банкроттық деп тануға рұқсат беріледі, бірақ өзінің бір арадағы шектеу жылдары бар, 7 жыл өту керек. Мысалы, бірінші азамат банкрот болып танылды, 5 жыл өтті, одан кейін ары қарай қалай болады екінші рет өзін берген жағдайда? Екінші рет, мысалы 2023-те делік, мысалы үшін келтірек, 2023-те делік азамат банкрот деп танылса, ол 7 жылдан кейін ғана барып, яғни 2030 жылдарға жақын, сол кезде ғана қайтадан өзін банкрот деп тани алады. Яғни ол арасында 7 жыл уақыт өту керек деген сөз. 7 жыл уақыт өту керек, содан кейін ғана бар қайтадан банкрот деп. Бірақ енді азамат бір банкрот деп танылдым, қайтадан банкрот боламын деп, қазірден бастап енді сондайға бір, қалай айтсам екен, жаман ой ойламау керек та. Және өзінің тәуекелдері де бар екенін ескереміз, Жақсы, Айнұр Нұрлашқызы бізге арнайы келіп, уақыт бөліп, сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Қадірлі кешіріңіздер, тыңдаушы қауым, бүгінгі біздің спикеріміз Қаржы министрлігіне қарасты мемлекеттік кірістер комитетінің ресми өкілі Сартаева Айнұр Нұрлашқызы болды. Хабарды жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы. Келесі эфирде амандықпен тілдескенше.